Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен адам организміне қажетті омега-3 витаминінің пайдасын және де қарсы көрсеткіштерін айтатын боламын. Омега-3 бұл адам ағзасына өте керекті витаминдердің бірі. Бұл біздің организмімізде синтезделмейді, яғни біз оны сыртқы жағдайлардан алатын боламыз, яғни тағамдарда кездеседі, көбінесе теңіз балдырларында және де теңіз балықтарында кездеседі. Омега-3-дің пайдасынан келтіретін болсақ, мидың жұмысын жақсартады, жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алады, сонымен қатар гормондарды жақсартуға көмектеседі, адамның денесіндегі холестеринді төмендетеді, қан тамырларды тазартады. Омега-3 гормондарды жасап шығарады, яғни көбінесе осы әйелдерде болатын эстроген және де еркектерде тестостерон гормондарын қызметтерін арттырады. Эстроген гормондары әйелдерде көп болатын гормон, яғни омега-3-ді әйелдерде жүктілік кезінде қабылдаған кезде балағады және де өзіне де пайдасы мол, және де түсік тастаудың азайтады. Омега-3 қабылдаған кезде симптомдар азая түседі, яғни тырнақ сыну, шаш түсу, депрессия, көңіл күй қалыпта ұстайды және де терінің серпімділігін жақсартады. Сонымен қатар қартаюдың алдын алады. Бұл омега-3-ді біз көбінесе менструация циклі бұзған кезде ішуіміз керек. Жалпы адам шаршаған кезде, көзіңіз нашар көрген кезде, жалпы әлсіздік болған кезде ішу керек. Ал қарсы көрсеткіштеріне келетін болсақ, бауырда және де өтте тас пайда болған кезде және де туберкулез кезінде ішуге болмайды. Сонымен қатар организмімізде витамин А және де Д көп болса, бұл омега-3-ді қабылдаудың қажеті жоқ. Достар, бұл ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.